Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақты көрден алдын менің каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Менің каналымда бастауыш сынып сабақтары жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз түбір мен қосымшаның жазылуы. Уақыт әлеміне саяхат. 30-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Жоғалтып алған күн. Бірде Витяның ағасына досы келеді. Ол бір күрсініп алып, малақайып, лақтырып жіберіп. Бір күнімді жоғалтып алдым дейді. Досы кеткеннен кейін Витя ағасынан күнді жоғалтып алу мүмкін бе? Олар бір-бірінен аумайды ғой деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей, бірақ олар бір-бірінен жасалған істер мен тындырылған әрекетке байланысты ерекшеленеді деп жауап беріп отырып, ағасы ары қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамаған немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбеген күні болса, онда ол бос өткен жоғалып, жоқ санатында есептелетін күн деп аталады. Сол күннен бастап Витя ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтарды жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында бұл күнім босқа кеткен жоқ па? Мен оны жоғалтып алған жоқпын ба деп сұрайтын болды. Әрбір күнімізді әдемі өткізуіміз қажет. Әрбір күнімізді бағалай білуіміз қажет. Тиімді пайдалануымыз қажет. Барлық күнді білімге арнаған дұрыс. Бос уақытыңызда кітап оқып, білім алып қажет балалар. Енді мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталған. Өз ойымен бөлістейді. Жоғалтып алған күн дегеніміз, яғни бір күні бос өткен баланың, адамның бір күні жоғалады. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс істей бітірмесең, онда бұл күніңді босқа өткіздің деп есептей бер. Нақыл сөзді солай шыққан екенін, нақыл сөздің мәнін топта талқылаймыз. Дұрыс айтады. Бір пайдалы жұмыс істемесең, оқымасаң, немесе әрекет етпесең, сен босқа өткізген боласың. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Түбір сөздерге қосымшалардың жуан, жіңішке болып жалғану себебі неде деп ойлайсың? Өйткені түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Мысалы, адамдардың, адам деген м соңында, м деген адам деген сөзде жуан әріп бар, м деген, оған дардың деген жалғау жалғана деген қосымша. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Мысалы, сурет, суретшілер, суретші деген сөздер жатады екен балалар. Енді бұл жерде мәтіндегі қарамен жазылған сөздер ағасынан, күндердің, баласының, әңгіменің деген сөзде қосымша жалғанып тұр. Досы деген сөз, дос деген түбір сөз, деген қосымша. Ағасынан деген сөзді аға түбір сөз, сынан деген бұл қосымша. Күндердің дегенде күн деген түбір сөз, көндердің деген сөз бұл дердің деген қосымша болады. Баласының деген сөзде бала түбір сөз, сының деген бұл қосымша болады. Әңгіменің деген сөзде әңгіме деген түбір сөз, ның деген сөз бұл қосымша болып табылады екен. Соны есте сақтап аласыздар балалар. Енді 31-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып сөйлем құрап жаз дейді. Уақыт не қылады? Уақыт жылжиды. Мынау керекті сөйлем сөз болады. Сағат не істейді? Сағат жүреді. Уақыт не болады? Тез өтеді. Осылай дұрыс нұсқасын жазып аласыздар балалар. Тиісті сөздерді қойып. Келесі 32-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құра дейді. Жұбыңа баянда дейді. Оның құраған мәтініне өз пікірін білдір дейді. Қасындағы балалардың біріне парталас досыңызға айтасыздар. Енді мен мәтін құрастырдым балаларға. Сабақтан соң балалар музейге барды. Музейде өте көп заттар бар екен.
Динозаврдың қатырылған мүсінін көріп қорқып кетті. Ол барлық балаларды шошытты, иә? Балалардың музейге барып тамашалаған сәті мұғалім және балалар оқушылар. Олар динозаврдан қорқып музейде осылай қатырылған мүсін, археологиялық мүсіндер бар екенін көрді. Олар бұл мүсін арқылы білім алып отыр. Яғни музейге барсаңыздар, сіздер тарихты жақсы білетін боласыздар. Өткен заманда жасап өткен жануарлар немесе заттардың барлығын жердің астынан археологиялық түрде тауып алып, осылай музейге жайғастырады балалар. Тарихты білу үшін музейге баруларыңызды ұсынатын болар едім. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда бастауыш сынып сабақтары жүргізіледі. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.